Баршаға сәлем достар, сіздермен Сұлтан Фильмс. Достар, сіздерге жақсы жаңалығым бар. Жаңа жылға сыйлық ретінде немесе өздеріңіз алғыларыңыз келсе, Wednesday'дің суреті бар кружкалар сатылымға шықты. Яғни оған ыстық су құятын болсаңыздар, осындай әдемі сурет шығатын болады. Тапсырыс беремін деген кісілерге астына сілтеме қалдырамын. Ал ендеше шолуды бастайық. 7-ші бөлім мерді жерлеумен басталады. Wednesday өзінің шындықты ашуға жақын қалғанын біліп, қылмыскер осында тұрған адамдардың бір екенін сезеді. Ол жұрт арасынан өзіне бағытталған көздерді байқады және ол адамның артынан түсті. Біраз уақыт ізінен жүрген соң, ол қыз көзінен таса болып тура артынан шыға келді. Wednesday өзінің жылдамдығын қолданып, қолшатыр астына жасырынған қаруын алып соққы жасамақ болды, бірақ бұнысынан ештеңе шықпады. Себебі бұл Фостер атты ағасы болып шығады. Оған мұнда болып жатқан барлық жағдайды Гомес айтып берген екен. Wednesday ағасын Юджиннің араларға қарайтын үйшігіне алып барады. Ағасы мұндағы араларды жемек болады, бірақ Wednesday олардың дәмін көруге мұрша бермейді. Wednesday ағасына осы маңда жүрген қобыжықтың фотосуретін көрсетті. Сөйтсе Фостер бұл қобыжық жайлы біраз мәлімет біледі екен. Тіпті кездестіргенде бұл қобыжықты Хайд деп атайды екен. Бірақ бұл қобыжық жайлы Неверморда бірде-бір мәлімет жоқ. Сонда Фостер Натали Фортнердің күнделігі жайлы айтады. Ол күнделік Белладонна кітапханасында екен. Мұнда Фостерді Гомес алып келген. Ол Фостерге кішкене сейф пен ішіндегі күнделікті көрсеткен екен. Ағасы мен қарындасы күн бата кітапханаға ұрлана кіруді жоспарлайды. Неге жыладың? Барлық жақсы болған қой. Барлығын жақсы болғанын қалайсың ба? Мамаң қандай адам, айта қойшы? Жақсы. Бізге күндіз тамақ әкеліп береді. Болды жан. Азанда тұрғанда көкірегім көсеремін де бәрі жақсы болады. Алланың қалауымен деп. Бірақ балаларым түріне қараймын да. Болмайтын сияқты. Ештеңелеріне жеткізе алмаймын ғой деп. Қалай күн көреміз деп. Бес баламен өстіп далада қалам деген ұйықтасам түсіме кірмеген. Бес баланың әкесі қайда? Келісім бойынша екеуміз екі жаққа кеттік қой. Бес баламен алмайды бәсек. Квартираға. Қазір уақытша тұрып жатсыз, е? Уақытша. Элементарно бір қыстық курткаларын да беріп қуанта алмаймын. Сол да жүрегіме батады. Ағайын, сізден бір 500 теңге 1000 теңге шығын шығар. Бірақ соның арқасында бұл кісілер баспаналы болады. Өмір бақи, мына 5 бала сіздерге алғысын айтып өтеді ғой. Бөлмесіне келіп Wednesday романын жазуды жалғастырады және Гудини жауапты сен өзің жалғыз табасын дегенін есіне алады. Бір кезде бөлмеге Инит келеді. Ол бір затын жоғалтып алып, соны іздеуге келген екен. Осы сәтте қыздардың арасында ауызша шайқас пайда болып, олар бір ұрысып алады. Инит өзіне жаңа жақын құрбы тауып алып, сонда көшіп жатқанын айтады. Сосын Wednesday құпия топтың жиналыс мекеніне барып, Форестті шақырады. Ал мұнда Ксавьер жүр екен. Ксавьер Wednesdayге өз ренжісін білдіреді. Себебі басынан бастап оған сеніп, қолдау көрсетіп келсе де, оған үнемі күдікпен қарайтыннан шаршағанын айтады. Ретінде Wednesday оған қатты күдіктерін айтып, от қамай қояды. Сосын Ксавьер кетіп қалады және Фостерде пайда болады. Ал Қол мен Фостердің арасында ескі есептері бар екен. Фостер күнделік тұрған жерге барып, сейфті көрсетеді. Сәлден соң сейфті қол ашып, Wednesday күнделікке жетеді. Ал бөлмесінде іздеп отырып, Хайд жайлы мәлімет тауып алды. Хайд біртүрлі тіршілік иесі екен. Оны оятатын психикалық травма немесе адам қолынан жасалған химикаттар мен гипноздар. Ал Хайд болса оятқан адамына бағынышты болады. Осылайша ол өз қожасының қара ниетті істеріне керемет қаруға айналады. Кейін бөлмеге мұғалім кіріп келеді және Инит екеуінің арақатынасы жайлы айтып, қызға немқұрайлық қарамауын өтінеді. Wednesday жалғыз өмір сүруге қауқарлымын деп жауап береді. Кейін Фостер Иниттің ойыншықтары арасында тығылып қалғанын байқаймыз. Ксавьер болса біреумен кездесу белгілеп келе жатты. Оны жеке үйшік алдында Wednesday күтіп алды. Ол күдіктермен байқұс жігіттің тағы да ығырын шығарады. Ал сосын оның велигіне GPS тағып қойып, Форестпен бірге оның ізіне түседі. Ксавьерді аңдып келіп, оның психологпен құпия сеансына куә болады. Бұл жайлы мектеп директорына айтпақ болғанда, психолог мұнда келіп қойған екен. Осылай Wednesday директорға айта алмай, дүйсенбі күнге психологқа жазылып кетті. Wednesday Ксавьерді Хайд деп ойлайды және оны оятқан психолог деп санайды.
Мейрамханада Тайлер Уэнсдейге кофе әкеліп береді. Ал қыз болса Тайлерді өз ағасымен таныстырды. Тайлер Уэнсдейдің хайт жайлы оқып отқанын көріп, Гейстардың үйіне барғанда мұны көргенін айтады. Шериф Тайлер мен Уэнсдейдің арақатынасына тыйым салғандықтан, Уэнсдей жігітке жақындамауын айтады. Ал Тайлер қарсы болады. Осы сәтте Шериф келіп, Уэнсдейді айыптай бастайды. Тайлер болса оны жақтап шығады. Шериф қаладағы банк тонаған бір түрлі адамды көрсетеді. Тайлер оның Уэнсдейдің ағасы екенін біле тұра ештеңе демейді. Ал сосын Уэнсдей ағасын ұстап бермегеніне рахмет айтады. Тайлер болса қызды кездесуге шақырады. Кешке Уэнсдей үйіне келгенде Иниттің лагын тауып алады. Қоланы сағындың ба деп сұрағанда, Уэнсдей оған жоқ деп жауап береді. Осылайша Уэнсдей қолға күнделікті қалдырып, өзі Тайлермен кездесуге етеді. Тайлер қызға романтикалық кеш ұйымдастырған екен. Осылай екеуі бірге отырып кино қарайды. Мұндай тосынсыйды қыздың бірінші рет көріп тұрғаны анық. Бұл уақытта Шериф жақын жерден ұрланған мотоциклді көреді. Кино біткен соң қыз бен жігіттің көздері түйісіп, жігіт қызға тек дос болып жүре бергім келмейді. Бұл маған жеткіліксіз дейді. Осы уақытта Шериф келіп, не білдіріп жүрсіңдер деп сұрайды. Сәлден соң ыңғайсызданып, сендерді көрмедім деп кетіп қалады. Уэнсдей мектепке қайтып келгенінде бөлменің астан-кестеңге шығып жатқанын көреді. Ал қол болса қатты жараланған екен. Қыз оны көтеріп алып Фостерге әкеледі. Фостер қолындағы тоқ арқылы оны тірілту үшін барлығын жасайды, бірақ ештеңе де шығар емес. Бұл кезде қыздың да көзінен жас шыға бастады. Қайта тоқ бергенде қолға жан бітеді. Ол бұны кім жасағанын байқамаған екен. Қыз Фостерге ертерек кет, әйтпесе Шерифке ұсталып қалуың мүмкін дейді. Мектепке қайта келгенде директорге барып күнделікті ұрлап кеткенін айтады. Ол кісі күнделік жайлы да, хайт жайлы да біледі екен. Таңертең Уэнсдейдің алдынан Бианка шығып, мердің өлімі жайлы бірдеңе білетінін айтады. Баласы әкесінің біреудің артынан аңдысы келгенін, мүмкін ол Лорал Гейтс болар дейді. Сөйтсе кезінде денесін таппаса да, Лоралды суға батып кетті деп ойлаған екен. Осы кезде Лоралдың шынында осында келіп, барлығынан кек алмақ ойы бар екенін білеміз. Бұл жерден соң қыз психологтың үйіне барады. Ол қобдишаны беріп, сіз Лорал Гейтсіз, және бұл жерге барлығынан кек алу үшін келдіңіз дейді. Психолог сенің не айтып тұрғаныңды түсініп тұрған жоқпын десе де, қыз қоятын емес. Ксайберге тығылып сеанс өткізіп жүргеніңізді білемін, және сіз оның ішіндегі хайтты ояттыңыз дейді. Психолог сенің есің ауысқан секілді деп директорға хабарласады. Қыз болса бұл әлі бастамасы деп кетіп қалады. Директормен сөйлесіп тұрғанда бұл жерге хайт келіп оның талқан-талқанын шығарды. Шериф келіп ол кісінің қайтыс болғанын айтады. Қыз болса бұны тоқтататын уақыт келді деп кетіп қалды. Кешкісін Ксайберге келіп барлығын жасап жүрген сен деп айыптайды. Бірақ жігіт өз кінәсін мойындайтын емес. Сонда қыз айғақ ретінде, сенде неге Робиннің ингаляторы, Юджиннің көзілдірігі және менің көптеген суреттерім тұр, сен мені аңдып жүрсің бе деп сұрайды. Ең соңында дәлел ретінде психологтың алқасын көрсетеді. Жігіт мен емеспін деп жатқанда Шериф келіп оны тұтқындайды. Бөлмесіне келгенде Инит қайта оралған екен. Екеуміз не болса да жақсы құрбымыз, әрине кемшіліктеріміз бар, бірақ саған бауыр басып қалдым дейді. Инит қыздан Тайлермен кездесу жайлы сұрайды. Уэнсдей болса бізге кедергі жасады дейді. Осыдан соң қыз Тайлерге келеді. Ол жігітке ендігі өз жүрегін ашқысы келетінін айтады. Қыз Тайлерге жақындап, енді сүйе берген сәтінде мынандай жағдай орын алады. Просто шок па? Осыған дейін басқа Тайлерден күтпеген едім мен. Бұл шынымен мен үшін жаңалық болды. Достар, осылай 7-ші бөлімде аяқталды. Бұйырса соңғы серияны ертең салатын боламын. Әрине ол ең қызықты серия, сондықтан арнаға жазылып лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.